Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің қарастырайын деп отырған тақырыбымыз механикалық тербелістер, тербелістің түрлері, математикалық және серіппелі маятниктер. Жалпылама механикалық тербелістерді қарастыратын болсақ, яғни тербеліс дегеніміз табиғатта және күнделікті өмірде бізді қоршаған ортада үнемі болып тұрады. Мысалы, ағаш жапырағының желдің әсерінен тербелуі, болмаса жаңағы качеляда балалардың отырып ойнауы, ары-бері тербеліп. Бұлардың барлығы біздің айналамызда болып жатқан тербелістер болып табылады. Енді осының анықтамасына келетін болсақ, мысалы тербелістер дегеніміз уақыт өтуіне қарай дәлме-дәл және соған жуық дәлдікте қайталанып отыратын қозғалыстарды немесе процестерді айтамыз. Жалпылама енді тербелістерді біз физикада екіге бөліп қарастырамыз. Мысалы механикалық тербелістер және электромагниттік тербелістерді қарастыратын боламыз. Және сонымен қатар екеуін де қарастырып, кей жағдайда электромеханикалық тербелістердің түрінде қарастыруға болады. Енді біз қазір бірінші қарастыратынымыз механикалық тербеліс. Механикалық тербелістердің мысалы түрлеріне келетін болсақ, бұл жерде жаңағы ерікті, еріксіз тербелістерді қарастыруға болады үлкен жағынан, сосын өшетін тербелістер дегендері тағы бар, және автотербелістерді қарастыруға болады. Мына жерде біз қарастыратын болсақ, еркін тербеліс, ерікті тербеліс деп айтуға болады, еркін тербеліс деп айтуға болады. Яғни оған тепе-теңдік күйде тұрған денені тепе-теңдік күйден шығарып жібергеннен кейін сырттан ешқандай күш әсер етпейді. Тек қана сол жүйенің өзінің ішкі күштерінің әсерінен тербеліс жалғасып жатады. Бұл еркін тербеліс деп қарастыруға болады. Ал енді еріксіз тербеліске келетін болсақ, оған сырттан қандай да бір периодты түрде өзгеріп отыратын күш әсер етеді. Яғни күште периодты түрде өзгеріп отырғаннан кейін тербелісті периодты түрде жалғастырып отырады деп қарастыруға болады. Енді біз жаңағы өшетін тербеліс дегенді айтып қалдық. Өшетін тербеліске келетін болсақ, бізде физикада энергияның сақталу заңы бар. Және сонымен қатар қозғалыстағы денелерге айтуға болады. Сырттан қандай да бір әсер болады. Яғни кедергі күш пайда болады. Осы кедергі күштерді жеңуге жұмсалып кетеді энергияның біраз бөлігі. Кедергі күшті жеңуге жұмыс жасайды. Сондықтан энергияның біраз бөлігі соған айналадағы жаңағы тербеліп тұрған дененің бастапқы энергиясы азайып, ең соңында тоқтап қалады. Бұл жағдай өшетін тербелістер деп қарастыруға болады. Енді біз осылардың формуласына және кішкене болса да графиктеріне тоқталып кететін болсақ, біз жалпылама тербелістер дегеніміз x тең f уақытқа қатысты қандай да бір функциямен өрнектеуге болады. Енді біз мысалы қарастыратын болсақ, ең қарастырған кезде біз механикалық тербелістердің ең қарапайым түрі гармоникалық тербелістерді қарастырамыз. Ал гармоникалық тербелістер дегеніміз осы тербелісті өрнектейтін физикалық шамалардың уақытқа тәуелді синус немесе косинус заңына сәйкес периодты түрде өзгерісін айтады. Мысалға біз қозғалып жатқан дененің мысалы теңдеуін жазатын болсақ, x max синус омега 0t қосылған фи 0. Осы жалпылама теңдеуде болады. Жаңа анықтамамызда айтып отқанда синус немесе косинус заңдарына бағынатындай болмаса, мына формуланы x тең x max косинус омега 0t плюс фи 0. Осы жалпы теңдеу түрінде жаза аламыз. Енді біз қарастыратын болсақ, біз жекелеген параметрлеріне тоқталып кетеміз. Мысалы, мына жерде бізде x дегеніміз тепе-теңдік күйінен ауытқуы, дененің тепе-теңдік күйінен ауытқуы. Ал x m деген x maxты білдіреді. Бұл біздің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқуы. Бұл болмаса, кей жағдайда a деп жазылады, амплитуда. Бұл деген сөз дененің тепе-теңдік күйінен ең алыс ауытқу шамасы болып табылады. Енді ары қарай мына жердегі омега 0 деген бар, ол циклдік жиілік болып табылады. Сосын фи 0 бастапқы фаза. Сонымен қатар жақшаның ішіндегі мына аргументте тұрған омега т плюс фи 0 дегеніміз ол тербеліс фазасы болып табылады. Енді тербеліс фазасы дегеніміз тербеліс жүйесінің берілген амплитуда кез келген уақыт мезетінде күйінің, яғни координатасының жылдамдығын, күдеуін шамаларын анықтайды. Яғни бұл бір сөзбен айтқанда тербеліс фазасы дегеніміз тербелген жүйенің қандай да бір белгілеген уақыт мезетіндегі күйін сипаттайтын шама болып табылады.
Так, біз бағана айтып өткеніміздей, яғни тербеліс дегеніміз қандай да бір уақыт мезетінде қайталанып отыратын қозғалыс дедік. Онда біз осы уақытқа келіп тоқталуымыз керек. Яғни уақыт бір тербеліс толық жасалымға кеткен уақытты не деп атаймыз? Осыған тоқталайық. Мысалы, біз қарастыратын болсақ, оны біз тербеліс периоды деп қарастырамыз. Т деген бас әріппен белгілейміз. Бұл деген сөз, мысалы, сіз тербелісті бақылап тұрсыз. Яғни бір тербеліс жасауға қанша уақыт кетеді? Осыны білдіреді. Ондай болатын болса, біз мысалы сіз былай жасауыңызға болады. Бір тербеліске түсетін денені аласыз да, тепеден күйінен жіберіп қаласыз, уақытты басасыз, сосын тербеліс санайсыз. Кетті, қайтып келді, бір рет, барды, екі рет, осылай санап отырасыз да, оған кеткен жалпы уақыт қарастырасыз. Сонда оның біреуіне кеткен уақытты сіз период деп айтасыз. Міне жалпы уақытыңыз, тербелістің саны, бұл период болып табылады. Тербеліс период. Уақыты өлшем бірлігі секунд шамасымен белгіленеді. Енді олай болатын болса, осы периодпен қатар жүретін шама бар бізде жиілік. Ол жиілік деген не нәрсе? Жиілік дегеніміз нью деген әріппен белгілейміз. Ол бірлік уақыттың ішінде қанша тербеліс жасайды, соны білдіреді. Бірлік уақыттың ішінде. Бірлік уақытта қанша тербеліс орындалады, соны білдіреді шама. Ол деген сөз n тербелістің саны бөлінген уақыт. Так, бұның өлшем бірлігі 1 бөлінген секунд болмаса, секундтың минус бірінші дәрежесі деп жазуға болады, тағы да герц. Бұл жиіліктің өлшем бірлігі болып табылады. Енді мына формуладан көріп тұрсыздар, екі формуладан көріп тұрсыздар. Яғни екеуінің алым мен бөлім алмасып кетті дейміз. Ондай болатын болса, период пен жиіліктің арасындағы байланысты қарастырасыздар. Байланысты қарастыруға болады. Онда мысалы 1 бөлінген нью. Осы формуладан келтіріп шығады, екеуінің арасында байланыс. Көп жағдайда балалар периодтың формуласын жаз десе, мына формуланы жаза салады. Ол периодтың формуласы емес, ол жиілікпен арасында байланысты көрсетеді. Периодтың негізгі формуласы мыналар болып табылады. Так, енді біз жаңағы тербелісті өрнектейтін негізгі формула деп біз мынаны алдық. Мысалы, біреуін алайық, көсінісі емес, мысалы, синусты ала салдым. Осыған сәйкес біз график сызайық. Осыған сәйкес біз мына жерден график сызып көрейік. Так, графикта жаңағы тербелістің периодын, амплитудасын сіздерге көрсететін боламыз. Мысалы, мына жерде x болатын болсын, мына жерде уақыт болатын болсын, секунд, мына жерде метр деп қарастырсақ та болады. Так, ондай болатын болса, біз бағана анықтамамызды айтқанбыз, синусоида және косинусоида бағаны көрейік. Бұл сіздерге белгілі. Так, мына кішкентай болып қалды енді. Оны түсінесіздер, негізі бірдей болып шығу керек. Енді қазір қараңыздар, мысалы уақыттың бастапқы мезетінде 0, дене 0-дік деңгейде болсын, Уақыт кетті, дене ақырын қозғалысқа түсе бастайды. Міне осы графиктің бойымен түсе бастайды. Ең алыс нүктесі мына болып табылады. Ең алыс нүктесі. Осы жер бізде жаңа жазып жүрген xm, xmax деп қарастырдық. Ал осы xmax'ты біз не деп айттық және ең үлкен ауытқу ол амплитуда болып табылады. Міне. Так, сонымен қатар бізде периодты айттық. Период толық бір тербеліс жасауға кеткен уақыт дедік. Міне сіздер тепе-тең күйден жібердіңіз, ең алыс нүктесіне барды, ол қайтадан артқа қайтты, тепе-тең күйге келді, қайтадан ауытқып алыс күйге барды, қайтып тепе-тең күйге қайтып келді. Яғни толық бір тербеліс жасауға кеткен уақытты біз не деп айтамыз? Период деп айтамыз. Бұл период мына жерден өрнектелінеді. Так, енді жалпылама осы көрсетілді. Енді мына жерде графиктен көріп тұрғандарыңыздай, біз мына жерде радиамен де айтуға болады, бұрыштық мәнмен де айтуға болады. Яғни мына жерде мысалы сіздер білесіздер пи бөлінген 2. Так, мына жерде толығымен ол пи болады. Мынаның жартысы, так, жартысы ол бізде пи болады. Болмаса 90 градус, 180 градус, 360 градус деп қарастыра аласыздар. Так, бұл жалпылама өрнегі болып табылады, формуласы болып табылады. Енді так, біз мына жерді қарастырдық. Енді біз бірден айтып кететін нәрсе, біз мына жердегі қозғалыс күйінен ауытқуын қарастырдық. Енді ол қозғалыстағы дене болғаннан кейін, ода болады бізде жылдамдық болады, болмаса үдеу болады деген сияқты. Осы шамаларды қарастырамыз. Так, енді біз қарастырып отырғанымыз тербеліс, яғни қозғалыстағы дене болғаннан кейін оның сипаттайтын шамалар бар. Біз жаңағы тепе-тең күйінен ауытқуын қарастырдық, координатасын деп айтсақ та болады. Енді сонымен қатар оны өрнектейтін физикалық шама жылдамдық және үдеудер болуы мүмкін. Енді біз жылдамдықты қарастырайық. Уақыт бойынша тәуелділігі жылдамдықтың, ол бізде осы ауытқудың
уақыт бойынша бірінші реттік туындысы деп қарастыруға болады. Міне x' уақыт бойынша бірінші реттік туындысы деп қарастыруға болады. Енді бізде x-ті міне мынау теңдеуін жазып қойдым мен. X m косинус омега т плюс фи 0. Осыдан туынды алатын болсақ, косинустың туындысы минус болып табылады. Алдына минусты алдына жіберіп жіберейін. Және мына жердегі xm ол тұрақты шама болып табылады. xm косинустың туындысы минус синус. Минусты мында жібердім, синусты мына жаққа жаза берем. Және аргументтен туынды алуымыз керек. Аргументтен туынды ол біздің уақыт бойынша көбейтіледі омега 0. Енді біз мына формуланы ықшамдап жазатын болсақ, минус xm омега 0 тұрақты деп алдына шығарып жіберуге болады. xm омега 0 синус омега т плюс фи 0 болып табылады. Енді мына жерден үдеуді қарастырамыз. Ол үдеу дегеніміз ол да уақытқа байланысты шама болып табылады. Ол координата бойынша уақыт бойынша екі рет туынды координатадан алынатын және жылдамдықтан бірінші реткі туынды уақыт бойынша. Бұны қарастыратын болсақ, үдеуді қарастыратын болсақ, бірден жазайын. Минус xm омега 0 квадрат косинус омега 0 т плюс фи 0. Осындай теңдеулерді келтіріп шығара аламыз. Енді біз мыналарға қосымша бастапқы өрнегімен қандай да бір өзгеріске түсті. Соны кішкене ықшамдап жазатын болсақ, біз жылдамдықты былай жазамыз. Яғни амплитуда xm-нің орнына балалар аны жазып жатырмын. Мен мына жер көрсетіп қояйын сіздерге. Екеуі бір нәрсе бағана графикті көріп тұрсыздар. Екеуінің орнына бірін қоюымызға болады. Міне мен енді сіздерге жылдамдықты көрсетейін деп жатырмын. Омега 0 косинус омега 0 т плюс фи 0 қосылған пи бөлінген 2. Яғни 90 градус қосып жіберетін болсақ, синус пен косинус бірінші ширек, екінші ширекті білесіздер ғой геометриядан. Олар ауысады. Мына түрге келеді. Енді сіздер көріп отырсыздар, мына жерде бастапқы өрнекпен айырмашылығы 90 градус артық тұр. Яғни олардың фазасы 90 градусқа озып отырады дегенді білдіреді. Енді үдеуді жалғастыратын болсақ, бізде омега 0 квадрат косинус мынаны жаздым. Мен мынаны жаздым. Косинус бізде болады омега 0 т қосылған фи 0 қосылған пиді жазаламыз. Мына жерде ол бізде 180 градусқа ауытып қойды. Соны білдіреді. Енді соны сәйкесінше мен сіздерге график көрсетейін, яғни үшеуінің арасында байланыс графикті көрсететін болсам. Енді міне балалар тербелісті өрнектейтін үш физикалық шаманы қарастырдық. Мысалы, ауытқуы, және оның жылдамдығы, және оның үдеуі. Формулаларын жазып қойдық. Енді сәйкесінше біз олардың графигін сыздық міне. Мына жерде көріп тұрсыздар, көкпен берілген бізде ол болады. Тербелістен ауытқуы көріп отырсыздар, көк сызықпен сыздым және x деп көрсетіп қойдым. Одан кейінгісі міне 90 градусқа плюс 90 градус озат дедік, ол жылдамдық. Біз жылдамдықты сызып қойдық, мына күлгін график көріп отырсыздар, 90 градусқа алдыға дейін жылжып кетті. Міне жалғасты, оның теңдеуін жазып қойдық. В тең омега xm. Сонымен қатар біз сар сызықпен тербелістің өдеуін графигін көрсеттік, оның теңдеуі мына жерде тұр. Тең омега квадрат xm болып табылады. Бұл тербелісті сипаттайтын физикалық шамалардың формулалары және олардың графиктері болып табылады. Енді біз келесіде қарастыратын шама
математикалық маятниктер және серіппелі маятник болып табылады. Осының формулаларын қорытып шығаруды қарастырайық. Енді олар біз жаңа маятниктерді қарастырамыз дедік. Біз бірінші математикалық маятник қарастырайық. Енді математикалық маятник деген анықтамасына тоқталуымыз керек бірінші. Математикалық маятник дегеніміз салмақсыз созылмайтын ұзын жіпке ілінген нақты денені қозғалысын қарастыруға болады. Яғни ол қандай да бір ұзын жіпке ілінеді, бұл жіп созылмайтын болу керек және жіптің өзі салмақсыз болу керек. Және оған қандай да бір нақты дене іліну керек. Яғни массасы бар дене деген сөз. Осы дененің осы жіппен байлану арқылы ары бері тербелмелі қозғалысын бұл математикалық маятникті береді бізде. Суретте көріп тұрсыздар, мына жерде жіптің ұзындығы, яғни бастаптағы тепе-теңдік деңгейі. Мен ол денені көтеріп қандай да бір аш биіктікке міне. Бастапқы орын мынау болса, қазір мына жерде тұр. Бастапқы орын мен соңғы орынның арасында міне аш биіктік бар мына жерде. Ауытқытып алып келдім. Сосын ары қарай жіберемін. Жібергеннен кейін ол не істейді? Тербемелі қозғалысын бастайтын болады. Енді біз мына жерде не үшін ол қайтадан қозғалады? Мен жіберіп қалдым. Яғни менің әсерім жойылды, ол ары қарай қозғала бастады. Не үшін? Себебі оған әрқашан тіктеумен бағытталған mg ауырлық күші бар. Соны қандай да бір міне мынау жанама бойымен бағытталған F тау деп белгілеп қойдым. Яғни жанама әсер күші пайдаланылады. Осы күштің әсерінен не істейді ол? Бағанағы бастапқы қалпына, яғни центр деп айта берейік, центрге қарай қозғалады. Сосын ол осыдан ары қарай қозғалысын жалғастырып, мына бетке өтеді. Қайтадан сол жаңағы күштің әсерінен ол қайтадан төмен қарай қозғалады. Сонда көріп отырсыздар. Қазір қараңыздар. Мына жерде тұрған кезде дененің әсер етіп тұрған міне ауырлық күшінің құраушысы оны центрге қарай бағыттайды. Енді кетті мына жерден жылдамдық азайды, биіктік азайып келеді, жылдамдық көбейіп мына жерге келген кезде биіктік 0 болып қалады. Жылдамдық максимум мәнге жетеді. Сосын ары қарай қозғалысын жалғастырады, максимум мәндегі жылдамдық, бірақ жылдамдық сәл азайып, жылдамдық азайған сайын биіктік артып барады. Артып мына жерге келеді, мысалға, мен мынаны тұтастырып қоя салайын мына жерге. Мына жерге келген кезде жылдамдық қайтадан 0 болады да, биіктік максимум мәнге жетеді. Сосын міне сіздер не үшін жылдамдық азайып жатыр? Сіздер білесіздер 9-шы сыныптан, яғни жылдамдық өзгеріске түсіп жатса, ондан қандай да бір күш әсер етіп жатыр деген сөз. Сол бағанағы күш міне мына жерде F тау күш, яғни ауырлық күшінің құраушысы. Оның бағыты әрқашан центрге қарай бағытталып тұр. Яғни мына жердегі күштің бағыты мына жердегі қозғалып тұрған дененің бағытына қарама-қарсы екенін білдіреді. Оны міне көріп тұрсыздар, мен формулаға жаздым. F тау минус mg синус альфа. Яғни минус деген таңба мына жердегі F тау күш, яғни жанама күш, дененің қозғалыс бағытына қарама-қарсы екенін білдіреді. mg синус альфа, мына жерде альфа бұрыш бар, сәйкесінше мынау альфа болады, онда сәйкесінше мынау альфа бұрыш болады. Енді сіздер іргелестің көлбеу қабырға катеттің гипотенуза қатынасы синустар заңдарын білесіздер, сол арқылы күштің формуласын жазып қойдық. Осы берілгеннен кейін Ньютонның екінші заңы бойынша сіздер білесіздер, күш дегеніміз ол деген дененің массасы мен үдеуінің көбейтіндісі. Ньютонның екінші заңында осы белгіленеді. Яғни ол бізде жаңа mg синус альфаға тең болды. Бұны жазып қойдым. Енді біздің жағдайда дейді, егер де дене өте аз бұрышқа ауытқитын болса, мысалы 15-20 градустың аралығында, болмаса одан да аз болатын болса, максимум 20 градус айтып ары қарай 0 болмаса болды, екі аралықта ауытқитын болса, яғни ауытқыту өте аз болатын болса, біз синус альфаны x бөлінген l деген шамамен ауыстыра аламыз. X бөлінген L деген шамамен ауыстыра аламыз. Так, мен мына жерден кішкене X-ті қосып қоя салайын. Мына жерде X деп қарастырайық. L деген мына маятниктің ұзындығы болып табылады. Маятниктің жібінің ұзындығы болып табылады. Осы шамамен ауыстыруға болады дейді. Ондай болатын болса, міне, біз екеуінің орнына қоя аламыз дедік. Себебі альфа бұрыш өте аз шамада ауытқитын болса дедік. Онда біз мына теңдеуді түрлендіреміз. Яғни m a тау mg, яғни синус альфаның орнына x бөлінген l болдық. mg l x. Мына түрге келтіріп аламыз. Енді біз білеміз, үдеу дегеніміз x-тің уақыт бойынша екі реткі туындысы. Және біз мынандай белгі енгізсек, омега 0 g бөлінген l. Осы белгілеуді енгізгеннен кейін біз мына жерде берілген теңдеуді мына түрге жаза аламыз. Берілген теңдеуді математикалық түрлендіру жасап тұрмыз. Мынаны алып келіп мына жерге қоямыз. Сосын тағы не бар? Үдеудің орнына мынаны алып келіп қоямыз. Сонда біздің мына беріліп тұрған теңдеуді оң жағын теңдіктің сол жағына өткізетін болсақ, мына түрге алып келеміз. Яғни бұл математикалық маятниктің қозғалыс теңдеуін беріп тұр деп айтуға болады. Енді біз бағана айтып кеткеніміздей, тербеліп тұрған қозғалыстарда период болады дедік.
период болады дедік. Енді сіздер білесіздер 9 сыныптан, яғни период пен циклдік жиіліктің арасында мынандай формула беріледі. Осы формула беріледі. Енді біз жаңа айтып қойдық, мынандай белгілеу енгіздік, яғни циклдік жиіліктің орнына түбір астындағы G бөлінген N енгіздік. Осыны алып келіп орнына қоятын болсақ, бізде серппелі маятниктің периодының формуласы шығады. 2π L бөлінген G. L дегеніміз ол жерде математикалық маятниктің несі? Ұзындығы. Енді қазір қараңыздар, бір нәрсеге назар аударыңыздар. Тербеліп тұрған дененің периоды, яғни тербеліп тұрған денеде масса бар дедік. Бірақ периодтың массамен қатысы жоқ екен. Яғни L математикалық маятниктің ұзындығына байланысты, жіптің ұзындығына байланысты деген. Сонда көрдіңіздер ғой? Бұл осыған қатты назар аударып қойыңыздар. Яғни тербеліп тұрған дененің математикалық маятникте массасы тербеліс периодына әсер етпейді. Тек қана оның ұзындығы әсер етеді. Бұның өлшем бірлігі білесіздер, секунд болып табылады. Енді балалар, қазір серппелі маятникті қарастырайық. Ол үшін біз серппелі маятникті қарастырған кезде міне суретін сызып қойдым. Бұл абсолютті салмақсыз серппе. Яғни серппенің салмағын ескермейміз. Яғни бізде оған ілінген бекітілген дененің массасы бар. Яғни массасын ескермейміз деген сөз. Ал дененің массасы бар деп қарастыруымыз керек. Яғни дене нөлдік деңгейде тұр, міне мына жерде. Өзінің тепе-теңдік күйінде тұр. Біз қандай да бір күшпен, егерде қандай да бір күшпен сол бекітілген денені сығатын болсақ, міне серппенің бойында біздің сығып жатқан күшімізге қарама-қарсы бағытталған серпімділік күш пайда болады. Оны 7 сыныптан бері білесіздер. Осы күштің әсерінен біз сырттан әсер етіп тұрған күшті алып кеткеннен, яғни серппен сығып барып жіберіп қалғаннан кейін не істейді? Серппе тербеле бастайды. Яғни тепе-теңдік күйдің ар жақ бетіне өтеді, белгілі бір шамаға дейін. Одан тағы да серппе, яғни созылады ол кезде. Серппе созылғаннан кейін қайтадан бастапқы күйге келтіретін серпімділік күш қайта пайда бола бастайды. Яғни оны центрге қарай тартатын серпімділік күшінің бағыты бастапқы O нүктесіне қарай бағытталады. Осы арқылы тербеліс осы жерде жалғаса береді. Ондай болатын болса, міне көріп тұрғандарыңыздай қозғалыстағы денеге қандай да бір күш үдеу беріп тұр деп қарастырайық. Яғни жылдамдығы максимум болады да азайып нөлге түсіп ары қарай тербеліс жасайтын болады. Ондай болатын болса, бұл жердегі үдеуді біз серпімділік күші бөлінген масса, Ньютонның екінші заңы бойынша тағы да осыған келемін боламыз. Ал мына жердегі серпімділік күшін сіздер білесіздер, 7 сыныптан бері Гук заңы деп айтатын едік, минус kx болып табылады. Мен мына жерге бір белгілеп енгізіп кетейін. Мына бізде болады x максимум ауытқуы, ең алысқа ауытқуы болып табылады. Мына жағында солай қарастыруға болады. Мына жерінде солай қарастыруға болады. X максимум деп. Екі жақтағысын қарастыра аласыздар. Так, бұл Гук заңын жазып қойдық. Сәйкесінше енді біз орын алып келіп қоятын болсақ, осы жерде. Онда A тең бізде болады. Минус K бөлінген M X келіп шығады. X келіп шығады. Енді бағасында сабақтың басында айтып кеткеніміз, үдеу дегеніміз ол координаттардың екі реткі, яғни ығысудың уақыт бойынша екінші реткі туындысы болып табылады деп. Так, оны да қазір ескереміз. Сонымен қатар. Так, омега 0 квадрат тең К бөлінген М деген белгілеуді енгізейік. Сол арқылы біз мына теңдеуді түрлендіру жасаймыз. Міне, үдеудің орнына мынаны жазаламыз. Тең минус омега 0 квадрат x. Енді біз осыны теңдіктің оң жағындағы мүшесін теңдіктің сол жағына көшіретін болсақ, x омега қосылған x омега 0 квадрат x тең 0 болып табылады. Бұл жаңағы серппелі маятниктегі дененің қозғалыс теңдеуі деп қарастыруымызға болады. Так. Енді біз бұл серппелі маятниктің несін келтіріп шығаруымыз керек? Период. Так, біз бағана периодты қарастырған кезде 2π омега 0 деген болған. Енді сонымен қатар бізден өзгеріс орын алып келіп қойған кезде мынаны біз жаңа қай жерде белгілеп енгіздік? Мына жерге қойдық. Осы түрлендірулерді жасау арқылы біз мына теңдеуді ала аламыз. M бөлінген K. Так, M бөлінген K. Енді мына жердегі
Теңдеудегі шамаларға назар аударайық. М деген ол серіппеге ілінген дененің массасы болып табылады. К дегеніміз серіппенің қатаңдық коэффициенті болып табылады. Оны сіздер білесіздер. Міне серіппелі маятниктік қозғалыс теңдеуін қорытып шығардық. Сонымен бүгінгі тақырып механикалық тербелістер, тербелістің түрлерін айттық. Математикалық және серіппелі маятниктер, олардың қозғалыс теңдеулерін жаздық және периодтардың формуласын алдық. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет, балалар.